Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өрмекші торына ұқсайтын құймақ дайындаймыз. Егер видеом пайдалы болса, бағалап кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Кукурузный крахмал саламыз. Қантымызды саламыз. Және де ванильді қантымызды, тұзымызды осы жерде салып жібереміз. Барлығын бір келкі қылып венчикпен араластырып шығамыз. Осындай сұйық әдемі масса пайда болады. Оның үстіне сұйық май қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Шоколадный болу үшін үстіне какаомызды салып, барлығын бір келкі қылып араластырып аламыз. Бұл сіздің балаларыңыз үшін өте таптырмас тағам болып табылады, өйткені балалар осындай хрустящий болып шығатын тағамдарды өте қатты жақсы көреді, сондықтан міндетті түрде жасап беріңіздер. Дайын болған массамызды осылай қапшыққа құйып аламыз. Мен екіге бөліп, екі қапшыққа құйып алдым. Енді қызып тұрған табаға мешогымызды алып, ұшын қайшымен кішкене өзімізге ыңғайлап кесіп аламыз. Одан кейін өрмекшінің торын өзіміздің қолымызды айналдыра отыра, дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Мұндай өрнекті өзіңіз қалауыңызша айналдырып жасай бересіз. Ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Сіз бірден жасай алмауыңыз мүмкін, 2-3 қайтара істегеннен кейін сіздің қолыңыз үйреніп кетеді. Дайын болған құймақтарды осылай айналдырып, табамыздан аламыз. Барлық мешоктағы сұйықтығымызды осылай пісіріп шығамыз. Өздеріңіз көргендей, бұл құймаққа көп зат керек емес. Өте қарапайым жолмен жасалынады. Жасалу жолы да өте оңай. Өзіңіз қызығып жүрген қандай да бір рецепт керек болса, комментарийға қалдырып кетіңіз, алдағы уақытта сіздермен міндетті түрде жасап көретін боламыз. Біздің барлық құймақтарымыз дайын болды. Менімен соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерден қолдау күтемін. Видеомды бағалап, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.